Достар, Маңғыстауда ұзатуда болған кезде бір топ жас баланың қолына құман алып, келген қонақтардың қолына су құйып, қызмет көрсетіп жүргенін көріп таң қалғам. Дәл осы салтқа қатысты мынадай бір аңыз бар көрінеді. 30 ұлынан айырылған Дәуіт пайғамбарға Алла тағала тағы бір ұл сыйлайды. Бірақ Жәбірейіл періштеден келген уахи бойынша бұл баланың тағдыры небәрі 9 жыл. Ұлының қызығын 9 жыл көруге иланған Дәуіт пайғамбар есімін Сүлеймен деп қояды. Дәуіт өзі патша ғой, сондықтан 7 жасар ұлы Сүлейменді сарайдың алдына шығарып қойып, жұрттың қолына су құйғызып қызмет еткізеді. Сарайға келген жүздеген қонақ күнде қолына құман алып, иығына орамал тағып қызмет етіп жүрген Сүлейменге батасын береді. Ғұмырың ұзақ болсын, Алланың сүйікті құлы бол, ғалым бол дейді. 15 жыл өтеді. Сүлейменнің сүйегі қатаяды. Сол кезде Дәуіт таңғалып Алла тағаладан сұрайды: "Уа Раббым, сен бұл баланың ғұмыры небәрі 9 жыл деп едің ғой, 15 жыл өтті. Бұл не хикмет?" дейді. Сонда жаратушы: "Рас айтасың, Сүлейменнің маңдайына жазылған ғұмыр 9 жыл. Алайда сенің сарайына келген қонақтар күнде менің 99 есімімді айтып, бұл балаға алғыс білдірді, батасын айтты. Менің бір есімім халық. Халықтың батасын қабылдамау менің ұлылығыма сын болар. Сондықтан халықтың батасымен балаңның ғұмыры ұзарды. Сүлейменге 99 мұғжизаны дарттым" дейді. Осы оқиғадан кейін Сүлеймен де су құйған, су иесі Сүлеймен деген сөздер қалған көрінеді. Сондықтан қолға су құйып қызмет ету бұл тек қана тазалық, талап, тәртіп емес, бұл жұрттың батасын алу, Алла тағаланың нығметіне бөлену.